Ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, Алла қаласа алдымызда қасиетті Рамазан айы келе жатыр. Ұстайын деп отырған оразаларыңыз қабыл болсын дегім келеді. Және осы сәтте бір өтініш айтқым келіп отырды, ағайын. Рамазан айында арабша сөйлеп, араб болуға тырысып кетпекші, я. Сухур деген қазақта сөз жоқ. Ауыз бекіту немесе сәресі деген сөз бар. Ифтар деген сөз қазақта мүлдем болмаған. Ауыз ашар деген сөз болған. Рамадан деген сөз қазақ ешқашан олай сөйлемеген. Қазақта Рамадан деген сөз жоқ. Рамазан деген сөз бар. Я? Айтат шығарсыздар, құрметті қазақ елі, сен ақ өйстіп арабтың сөздеріне қарсы шыға бердің ғой деп. Мен ғана емес, кеше көрген болсаңыздар, діни басқарманың өзі айтып жатыр. Қазақша сөйлейік, арабтың терминдерімен қолданбай қояйық деп. Жалпы мен айтқым келеді де, мынау Құран кәрімде жоқ қой, я? Мұсылман болу үшін адам өзінің тілінен, өзінің салт дәстүрінен бас тарту керек деген әңгіме жоқ қой мүлдем. Аллаға шүкір, бәріміз мұсылманбыз, я. Құран кәрімде жазылған ғой, бүкіл әлемді жаратушы Алла айтқан. Мен сендерді әртүрлі қылып жараттым, бір-бірлерін танып білу үшін деген. Әр мемлекетке, әр ұлтқа өзінің тілін, мәдениетін берген. Құдайға жақын болу үшін арабша сөйлеудің қажеті жоқ. Себебі Алла тағала ол қай тілде сөйлеп тұрғаның маңызды емес оған. Ең басты жүрегіңдегі дүние маңызды. Және біреулер қуып жүр ғой қазір. Қазақтың 60-70 сөзі 60-70% сөзі арабтан келген деп шая бермеңдер. Қазақтың атам заманнан өзінің тілі болған. Біле білсеңдер, Азияда Қыпшақ тілінің основасы именно қазақ тілі болған. Қуа бермеңдер, жарай ма? Аман болайық.